Сәлем, қайырлы күн достар. Біз алдыңғы видеода құлагер туралы таныстырып өткенбіз. Бүгін біз Санья мотор туралы көрсетіп өтейік. Енді одан басқа GS X Endurolар да бар. Және де бушный мотоциклдерді сатады бұл жерде. Енді Санья туралы айтудың өзі артық десе де бір қатар таныстырып өтейік. Санья моторының нарықта келе жатқанына біраз жыл болды. Жақсы келе жатқан моторлардың бірі Читок Приворлары, кәдімгі өзінің маркасымен. Мотор жағына келсек, сол универсал карбюратор қазіргі кезде барлық мотоциклдерде қолданылып жүр. Коробка 5 көшті айналмалы қораппен. Моторды қорғап тұрған зашнегі жалпағынан қойылған. Мотордың екі боковойына дейін қорғап тұрады. Кейінгі кірген 200 кубтық моторларға балансировочный балымен қойылып жатыр. Енді бұл артықшылықты Саньяда қолданатын болуы мүмкін. Немесе мотордың қазіргі артықшылығын ұстап қалу үшін мүлдем орнатпай қою да ықтимал. Енді алдыңғы қорғаныш қорабына келсек, ролдың қорғаныш темірінің бір жағы ортаңғы стойкаға орнатылған. Алдыңғы домалақ кішкентай диодовый пар. Алдыңғы қорғаныш қорабы соған шақтап қана кішкентай жасалған. Диодовый повороттар, алдыңғы крылосы қаңылтыр, боковойы да қаңылтыр. Алдыңғы артқы дискілері 18. Енді Санья нарықта біраз уақыт болды. Негізі бұл артқы торымызды глушительдің үстіне қарай шығару керек еді. Әлі сол орнында тұр. Егер келесіде қандай мотоцикл туралы білгілеріңіз келеді, комментарийға жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.